Амансыз ба, ардақты ағайын, эфирде түскі уақыт бағдарламасы. Оқу жылы өз мәресіне жетті. Мектеп қабырғасынан түлеп ұшатын әрбір түлектің жүрегі лүпіл қағып, ата-анасы, туған туысы қобалжу үстінде. Жақын күндері маңызды сынақ күтіп тұр. Бұл сынақ 11 жыл бойы алған білімді таразыға салатын тұс. Қиындығы мен қызығы, ауырлығы мен жеңілі көп үлкен өмір жолындағы өз бағытын таңдауға тура келеді. Биылғы сынаққа мамандардың дайындығы қандай? Нендей өзгерістер болады? Түлектер ұстаз бен атана артқан үмітті ақтай ала ма? Осы тақырыпты түскі уақытта талқылайтын боламыз. Арна қосулы болсын. Хабарымыз тікелей эфирде болғандықтан 53-94-72 телефонына хабарласып, өзіңіздің сауалыңызды қоя аласыз, ал және WhatsApp арқылы 8708-113-85-81 номеріне экранның төменгі тұсында жазылған номерге SMS жазуға мүмкіндігіңіз бар. Ал біз студия қонақтарымен таныстыра өтейік. Нұрлыбек Шырымбекұлы, ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру жөніндегі өңірлік мемлекеттік комиссия мүшесі және хатшысы. Жанар Жорақызы, номері 23-ші мектеп лицейінің директоры және Гүлбану Айымбетова ата-аналар комитетінің төрайымы. Қош келдіңіздер. Соңғы осы 2 жылда ұбт тапсыру мәселесі аса бір қатаңдап, оқушыларға қойылатын талап та жоғарылады. Дегенмен баяғыдай қолық сұмдыққа жол беру мәселесі тоқтатылды десек болады. Биылғы ұлттық бірыңғай тестін тапсыру мәселесі қандай дәрежеде? Әрине, енді ұлттық бірыңғай тестілеу өздеріңіз білесіздер, 18 мамыр менен 5 шілде аралығында жоспарланып басталып кетті. Ол жерде де қарап тұрсаңыздар, республика бойынша 43 ұлттық тестілеу өңірлік юстади мекемелерін өткізіледі. Соның ішінде өзіміздің Шымкент қаласының өзінде 3 мекен-жай бойынша өткізіледі. Дегенмен әр өздерінің білім ғылым министрлігінің жүктеп берген, өздерінің нақтылап берген тапсырмалары бар. Жалпы айтсақ, юстади мекемесінің өзінің қызметкерлерінің не атқаратын жұмысы, о деген ұлттық тестілеу орталығының өкілдерінің атқаратын қызметі, және де өзіңіз айтып өткендей, жаңағы жергілікті аймақтық комиссия мүшелерінің атқаратын қызметтері бойынша. Яғни оның барлығының түпкілі мақсаты біздің осы мектеп түлектері болашақ жастарымыздың дұрыс ұбт тапсырып, қобалжымай жоғары нәтиже көрсетуіне ықпал жасайды. Ұлттық бірыңғай тестті тапсыру қазақ тілінде, орыс тілінде, сосын тағы қай тілде өтеді? Ұлттық бірыңғай тест ағылшын тілдерінде де тапсыруға болады. Енді бұл жерде негізінен көпшілігі... Яғни ол оқушының өзінің мүмкіндігіне байланысты. Орыс тілінде тапсырамын десе де мүмкіндік бар. Жалпы бұл жерде тілді де өздер таңдайды. Қазір білесіздер, цифрландырылған уақыт, барлығын өзі, баланың өзі ұлттық тестілеу орталығының сайты арқылы, жеке кабинет ашу арқылы барлығын өздері таңдайды. Яғни тапсыру орны, тапсыру күні, уақыты барлығын өздері таңдауға құқылы. Дегенмен де қазіргі таңда биыл 11 мыңнан аса оқушы ұлттық бірыңғай тест тапсыруға дайындық үстінде 11-ші сыныпты тәмамдады. Қаламызда қанша оқу орны дәл осыған белсенді түрде дайын деп есептейсіз? Жалпы қазір қаланың барлық оқу орындары дайын деп ойлаймын, өзім жеке пікірім. Себебі бұл бірінші рет болып жатқан дүние емес, неше уақыттан бері. Жалпы ұбт-ның форматы ғана, тапсыру форматы ғана өзгерді соңғы жылдары. Яғни бұл жерде бір тестіленуші, бір компьютер және бір камера қағидасы бойынша жүргізіледі. Ал енді ұбт тапсыру бойынша мектеп басшылығы, білім басқармалары, жалпы білім ғылым министрлік тарапынан тапсырма ретінде ақпарат жұмыстары, дайындық жұмыстары бәрі жүргізіледі. Барлық түлектеріміз мемлекеттік грант негізінде оқысы келеді. Сол үшін 11 класс, 10 сынып кезінде дайындалып кетіп жатыр қазір қарасаңыздар. Енді Жанар Жорақызы, 23-ші мектеп, 23-ші мектеп лицей қаламыздағы бетке ұстар білім жағынан өте жоғарғы дәрежеде қызмет көрсетіп келе жатқан, оқушыларды білім нәрімен сусындатып келе жатқан мектеп.
Дәл бүгінгі таңда сіздердің мектептеріңізде қанша түлек дайындық үстінде? Біздің мектебімізде биылғы оқу жылында 214 оқушымыз 11-ші сынып бітіріп отыр. Оның 209 барады. 6-ы ғана басқа шетелдік оқу орындарының студенті атанып қойғандықтан олар ОБТ-ға бару бізге қажет емес деп санап отыр. Олардың өз еркі, өз таңдауы. Ал қалған 97% бітірушімізді біз ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға баптап, дайындап келеміз. Дәл қазір бізге түскен қоңырау бар екен. Байланысқа түсіп көрейік. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз. Мен Шымкент қаласынан хабарласып отырмын. Мен биыл балам 10-ші класс аяқтап жатырда, бір нақты бағыт таңдап етсем, нақты бір бағыт таңдамай жатыр. Негізен гуманитарлық бағытқа кішкене сияқты, бейімдеу сияқты. Алдағы уақытта осы гуманитарлық бағытқа, оның ішінде қазақ тілі, әдебиет, тарих, осыған гранттар қалай бөлінеді? Түсінікті ғой, жалпы гуманитарлық бағытта мектептің, яғни бағыт беру мәселесі туралы айтып отыр. Негізінде жалпы мынау бейімдеп оқытатын лицей, гимназия мектептерінде біз өзіміздің мектебімізде жалпы конвенция о правах ребенка дейді. Біздің Қазақстан Республикамыз ратификациялаған Біріккен ұлттар ұйымының балалар конвенциясында бала өзінің болашақ мамандығын 14 жасынан бастап нақтылап белгілеп алу керек дейді. Бұл баланың болашақ мамандығын таңдауға ата-анасы, оқушының өзі, сынып жетекшілері, үйірме жұмыстарында қай үйірмеге қатысатын бейімділігі, бала кішкентай кезінен бастап қай ойындарға әуес болды, оқушының жүрек қалауы, оның мүмкіндігі, оның қолынан келіп жатқан еңбек нәтижесінің жоғары деңгейлігі, былай қарағанда қалау менен мүмкіндік екеу бірдей болу керек. Оның еңбектену нәтижесінің сай келетіндігі. Мысалға аспандағы айды қалау мүмкін, бірақ оның еңбек нәтижелілігі, оқу білімінің сапасы соған сай ма? Ол барып ОБТ-ны тапсырғанда да осы мамандық бойынша грантқа қол жеткізе ала ма, немесе ертең сол мамандықты таңдағанда да оған қатысты бейіндік пәндерді қаншалықты терең меңгерді, ол саланың қандай дәрежеде маманы бола алады. Мысалға болашақта медицина саласын таңдаған оқушы, ол 8-ші сыныптан, 14 жасқа сол тұста келеді ғой, 8-ші сыныптан бастап химия, биология пәндерін тереңдетіп оқығаны әбден абзал. Себебі қазіргі ОБТ форматында да бейіндік пәндерге үлкен басымдық берген. Мысалға жалпы 140 сұрақ болатын болса, 120 сұрақ, соның 90 сұрағы тек бейіндік пәндерден. 45 бірінші бейіндік пән, екінші 45 балл екінші бейіндік пәннен. Бұл не деген сөз? Бұл кез келген оқушы өз болашақ мамандығын таңдағанда оған мұқият қарау керек. Бірінші жүрегін тыңдау керек, қай мамандық оған ұнайды. Екінші сол таңдаған мамандықтың қабілеті, оның қабілеті екеуі сай келе ма, талабы мен қабілеті. Екінші ата-ана, ол ең бірінші баланың жанашыры, ата-анамен де ақылдасу керек. Бұл жерде династия дейді, ол отбасыда, сол әулетте, осы мамандықтан оқушыға, балаға кеңес беретін адамдар бар ма? Үшінші ең басымдық ол біздегі нарықтағы сұраныс, елдегі қажеттілік, оған қажеттілік бар ма? Ал бүгінгі таңда біздің елімізде қажеттілік техникалық мамандарға өте көп қажеттілік сұраныс туындап отыр. Сол сұранысқа сай үлкен гранттар бөлінген мөлшерде, бірақ гуманитарлық бағытта да гранттар бар. Ал енді сіз басқарып отқан мектепте көбінесе оқушылар қай бағытты таңдап жатыр? Біз лицей болғандықтан, білім туралы заңда жазған, лицей мен гимназияның айырмашылығы да осында. Лицей техникалық мамандықтарды, жаратылыстану, математикалық бағыттағы пәндерді тереңдетеді. Ол физика, химия, биология, география және де информатика, математика пәндерін. Ал гимназияда жаңағы хабарласушы біздің көрерменіміз хабарласқандай гуманитарлық пәндерді тереңдетеді. Қазақстан тарихы, дүниежүзілік тарих, қазақ тілі, ағылшын тілдерінде тереңдете алады. Ал енді студиямызда ата-ана отыр, ата-аналар комитетінің төрайымы. Өзіңіздің биыл перзентіңіз 11-ші сыныпты тәмамдады, иә?
Әлгінде айтып отыр, династия дейміз, үйдегі ата-ананың көп ықпалы болады, баланың ұлттық бірыңғай тестті қобалжымай тапсыруына. Өзіңіз қалай күш дем бересіз перзентіңізге? Көп ұл қыздарда кішкене ойлану мәселесі, осы ұлттық бірыңғай тесттен мен тапсыра алмай қалсам, мынандай жағдай болады деген психологиясында қалыпты жағдай болады. Қазіргі заманда жастарға көп мүмкіншілік бар. Мен ылғи балдарым айтып отырам, бұл бір теспен өмірлерін шектеліп қалмайды. Биыл өте алмасаңдар, келесі жыл бар дегенде тағы дайындаламыз, қосымша курстарға береміз. Балдарға білім алу еш уақытта артықшылық етпейді. Қосымша курстарға беріп дайындаймыз. Өзіңіздің балаңыздың қай пәнге қабілеті жоғары? Математикаға. Өте жақсы көреді математика. Қай күні тапсырады? Мына кісі айтып отыр ғой, қазірде басталып кетті ұлттық бірыңғай тест. 5 шілдеге дейін жалғасады. 8-іне тапсырады. 8 маусымда тапсырады. 8 маусымда күні. Баланың дайындығы қандай? Ішкі психологиялық дайындығы қандай? Ата-ананың беріп жатқан көмегі қандай? Іште енді дайынбыз, енді көмек береміз. Енді сабақ, мектептен қосымша сабақтар алып жатыр. Баламыз енді дайын деп ойлаймыз. Қосымша курсқа бересіз ба ұлыңызды? Қосымшаға бергем. Қазір енді өзі үйде дайындалып жатыр. Осы ата-ана не үшін қосымша курстарға береді? Бұл мектептің әлсіздігі ме, әлде баланың әлсіздігі ме? Мен осы орайда ата-ананың жауабын, сіз қойған сұрақты толықтырып кетейін деген едім. Бұл ата-ана айтып жатыр ғой, бұл мысалға түсе алмай қалса не істейсіз деп. Қазіргі ұбт-ның форматы жыл өткен сайын өте тиімділеніп келе жатыр. Ата-анаға бітіруші абитуриент түлектерінің ыңғайына. Бұрынғы жылдары ұбт бөлек болатын, және де комплекстік тестілеу бөлек болатын. ұбт сол жылы мектеп бітірушілерге комплекстік тестілеу, ол бұрын түсе алмай қалған алдыңғы жылғы бітірушілерге, және де колледждік, кәсіптік, техникалық училищелерді, кәсіптік колледждерді бітірушілерге бөлек екінші этаппен болатын. ұбт-дан кейін. Ал мынау соңғы 2 жылдан бері, биыл 3-ші жыл болады, мектеп бітіруші түлектер, былтыр түсе алмай қалған бітірушілер, өзінің шекті деңгейіне жете алмай қалған, немесе өз таңдауы бойынша грантқа қол жеткізе алмай қалған, жоқ биыл мен оқымайын, ендігі жылға дейін дайындалып, ендігі жылы өз қалауым бойынша грантқа бағымды сынап көрем деген мысалға бітірушілер, кәсіптік колледждің бітірушілері бәрі бір уақытта нағыз ұлттық бірыңғай тестілеу міне енді болып жатыр. Ол шектемейді, бәрі бір уақытта, бірақ грант беруге мемлекеттік қаржыландыру есебінен тегін оқу үшін оқушыларға 2 рет бұларда мүмкіндік бар. Сол 2 ретінде де бірдей, ешқандай мысалға мына уақытта өткен басымдық демейді, екеуінің құқы бірдей, бірақ ол біріншісінен өзі өтіп кетсе, бітіруші түлек екіншісіне бармауға да құқы бар. Яғни алған балына өзінің көңілі толса дейсіз. Көңілі толса. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа түсіп көрейік. Саламатсыз ба? Алло. Сауалыңыз қоя беріңіз. Алло. Біз сізді тыңдап отырмыз. Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұр едім, мен қоятын сұрағым, мынау арнайы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайтын арнайы оқу орындары бар ғой? Солар туралы, солар дайындап берген тесттерді жаттап, 100% ұлттық бірыңғай тестті келеді деп айтып жатады, тесттер арнайы бір сұрақ жауаптарды беріп ше. Сол тесттерге сенуге бола ма? Рахмет. Ол сауалға Нұрлыбек мырза жауап береді. Сіз сөзіңізді аяқтасаңыз, иә? 2 сұраққа да жауап бере алам. Мына кісінің ата-ананың жауабына қосымша курстарға береміз деп жатыр. Қосымша курс деген ол өз-өзіне сенімсіз оқушының әрекеті деп ойлаймын. Ата-ана кезінде өзінің ата-аналық борышын дұрыс атқармағандықтан, баланың күнделікті үй тапсырмасын орындауын қадағалау мәселесіне немқұрайды қарап, енді тұрмыстық әртүрлі жағдайлар болады ғой. Көбісі ата-аналардың өзін мен жұмыс бастымын деп жұбатады. Немесе репетиторларға, продленкаларға беріп тастайды. Демек, мектептің барлығында бағдарлама бірдей, берілетін білім бірдей, ешқандай айырмашылық жоқ дейсіз? Айырмашылық жоқ. Лицей мен гимназиялардың артықшылығы бұрынғы уақытта 4 сағат қосымша бейіндік пәндерге, мысалға, стандарт бойынша 39 сағат болатын болса, 4 сағат сол баланың қалаған пәні бойынша тереңдетуге немесе бұлай кеңейтуге ғана
жұмсайды, ол 4 сағатты. Ол аса бір айтып тұрған айырмашылықты бермейді. Сол базалық сыныптарда да бізде грантқа түсіп жатқан оқушылар өте көп деп саналады. Жылда қанша оқушы түседі сіздерде? 80% грант. Ал енді Нұрлыбек мырза, әлгінде айтып отыр, қосымша курстарға бергенде олар арнайы тесттердің сұрақтары мен жауаптарын оқытады дейді. Сол қаншалықты 100% сол тестті келеді деп сауал қойып отыр. Әрине, енді қазіргі таңда қаламызда ондай дайындайтын орталықтар өте көп, жеке меншік. Енді олар әрқайсы әртүрлі бағытта әртүрлі таратпақ ақпараттар айту мүмкін. Дегенмен ұлттық тестілеу орталығы оның ішінде жаңағыдай секретный дейді ғой, құпиялы бөлімдер дайындайды. Ол сұрақтардың барлығын, ол тарап кетпейді. Сондықтан оларда дайындағанда мектеп бағдарламасы аясында дайындайды оның барлығын. Сондықтан ол жерде жаңағыдай жеке дайындайтын орталықтар сол барлығы келеді деп айтуға негіз жоқ. Мен толықтырып кетсем, қаламыз болсын, республикамыз болсын, кез келген жеке меншік дайындық курстары қазір естіп отыратын болса, балдарға беріп жатқан бұл не дейді, уәделері өтірік екенін мен 100% кепіл беремін. Оны маған қазір хабарласып айтса да, ол өтірік әңгіме. Себебі УБТ-ға дайындалу барысында тек қана оқу материалының төңірегінде дайындалу керек. Мектеп бағдарламасының оқу материалы арқасында. Соңғы мысалға, биылғы жылғы қазір уже бізде 28 оқушымыз алғашқы тегін грант беретін мүмкіндік УБТ-ларына қатысып үлгерді. 18 мамырдан бастап басталған. Марттағыларда әсіресе грантқа мүмкіндік беретін майда басталған ОБТ көрсетті. Кәдімгі былтырғы жылға қарағанда 2 есе талап күшейтілген, сұрақтар күрделендірілген, ең жеңілдетілген АБЦ дейді ғой, сол ең жеңіл сұрақтар 0-ге сай, бірде-бір жеңіл сұрақ жоқ, сұрақтардың бәрі күрделендірілген. Мынау форматта, мына курс дайындаған сұрақтардан келді деген ондай нәрсе жоқ. Ешқандай алдын ала оқушыларға, бітірушілерге белгілі болған сұрақтар келмейді. Себебі 100% нағыз УБТ кезінде, грантқа мүмкіндік беретін УБТ кезінде сұрақтар ауыстырылады, сұрақтар базасы. 100%-ға жуық дерлік, 50%-ға жуық дерлік кемінде жаңартылады. Ол сұрақтар күрделендіріліп келе жатыр. Және де, мысалға, 10-11 сыныптардың жаңартылған білім мазмұнынан әсіресе сұрақтар көптеп толықтырылды. Және де, жанына қосып қойған ескерту деген кітап оқулықтарда тұстар болады. Сол ескерту бағдарламасынан да материалдар алынып, тестке қосылып жатыр. Сондай мен айтатын ең бірінші подсказка дейді ғой, қалай дайындалу кеңес. Оқу бағдарламасының аясында ғана дайындалу керек. ОБТ 5-11 сынып төңірегіндегі сұрақтар болса, сұрақтар қоры, білім материалы, сол оқулықтың төңірегінде дайындалу керек. Қосып кетейін дегенім, қазір таңда ОБТ жүріп жатыр. Сол жерде өзімізде аймақтық мемлекеттік комиссия құрамында жүрміз. ОБТ-ға кірер алдында бүкіл талапкерге, тестіленушіге ескертіледі. Тыйым салынған заттар. Оның барлығына жаңағыдай не кіреді? Жаңағыдай мобильді қосымшалар, смарт сағаттар, наушник деп айтамыз ғой. Одан кейін барып сіздің қолыңыздағы планшет, ноутбук, соның барлығын алып кіруге тыйым салынады. Және де тестіленуші келіп отырады. Сол жерде оған есеп шығарғанға, жазғанға жауап парақ ретінде 3 таза парақ беріледі. Сол 3 таза парақты ол қолданады тестіленуші. Сол тестілеу емтихан біткеннен кейін 3 парақты өзімен бірге алып кетпеу керек. Осыны осы жерде бір ескерте кетейін, ата-аналарға да. Ал егер жаңағы парақты өзімен бірге жазылған алып кетсе, оны бейне камераның көмегімен анықтап, баланы ОБТ-дан шектейді, акт толтырып. Ал енді ол жерде бала не алып кетуі мүмкін? Жаңағы сұрақтарды жазып, сыртқа алып кетуі мүмкін. Келесі құрбы сыныптастарына таратуы мүмкін. Соның барлығы шектеу, тыйым салынған, көріп тұрсаңыз. Алдын алу мақсатында. Былтыр дәл осындай ұлттық бірыңғай тесттен кейін өте қатаң ескертумен тексерілді барлығы камералар.
Қаншама оқушыдан грант алынды деді. Осы қаншалықты шындыққа жанасады? Ол бар, қазірде іске асады. Мынау қазіргі өтіп жатқан ұбт-ның нәтижесін бейне бақылау камералары көмегімен 25 тамызға дейін анализ, яғни сараптама жұмыстарын жүргізеді. Соның нәтижесінде, егер жаңағыда тиым салынған заттар басқа да қимылдардың көмегімен жеткен болса, онда ұбт-ның нәтижесін жояды. Ал енді одан кейін жаңағы ұбт нәтижесінде білім грантын жеңіп алған талапкерлеріміз студент қатарына оқып жатса, осы жылдың аяғына дейін егер жаңағыдай жағдайлар анықталса, онда жылдың соңына дейін тапса, жаңағыда білім грантынан айырады жаңағы студентімізді. Келіп түскен бір сауал бар екен WhatsApp желісіне. Қайырлы күн, ұлым биыл 11-ші сыныпта аяқтады. Физика, математика пәнін таңдап отыр. Баламда қорқыныш бар. Бізде қобалжу бар. Дайындығымыз жақсы, биылғы ұбт қалай болады? Жыл сайынғы ұбт өткен соң жағымсыз пікірлер айтылады. Биылғы дайындық қалай дейді. Енді түрлі ұлттық бірыңғай тесттен кейін баланың психологиясына байланысты түрлі жайттар болып жатыр ғой, оны естіп жатырсыздар өздеріңізде, иә? Енді осы жерде айта кетейін, жаңа әріптесімізді айтып өтті, ұлттық бірыңғай тестілеу жылына 5 рет тапсырылады. Яғни білесіздер, қаңтар, наурыз айларында, оны кейін мамыр мен маусым айларында, тамыз айларында. Соның барлығына мүмкіндігінше 11 сынып оқушылары өтініш беріп, өздері тапсырып көрсе деп ойлаймын. Себебі сол жерде өзін жан-жақты дайындайды бала, психологиялық тұрғыдан дайындайды, өзін былайша айтқанда түзейді. Уақытпен қалай жұмыс істеу керек, қандай бағыт-бағдар сыныптастар ортасымен де ақылдасып, сол кемшіліктерді алда уақытта болдырмайды. Сол үшін бұл жерде қобалжудың еш қажеті жоқ. Қазірде көріп отырмыз, соның бәріне қатысқан бала еркін түрде кіріп, еркін түрде, батыл түрде тапсырып шығып жатыр. Енді бізде мынау мемлекетті жергілікті комиссияға бізге жүктеп қойған, сол жерде психолог орталығына, психология орталықтан мамандар отырады. Балалармен жұмыс істейтін. Одан кейін мейірбике медицина саласынан дәрігерлер отырады. Солардың барлығы осы балалардың құқығын қорғау үшін балалармен сөйлесіп, нәтижесінде оңтайлы көңілді қайту үшін жасалып жатқан шаралар. Ата-анасыз ғой. Ұл ма сізде, қыз перзент па? Қыз. Осыған дейін де ұлттық бірыңғай тест тапсырған шығар, иә? Иә, мектеп айырмашылығы қандай? Бір-біріне әңгіме етіп айтатын шығар, иә? Бір кездері осындай болды, дәл қазіргі таңда мынандай деп. Осының тиімді тұсы қалай деп ойлайсыз өзіңіз? Көңіліңіз тола ма? Ұлттық бірыңғай тестілеудің өткеніне байланысты көңіліңіз тола ма? Көңілім енді толады, иә. Бір-бірімен әңгіме қылып, әңгіме барысында айтып жатады. Алдыңғы тестте мынандай болған еді, бұл тестте жаңағы үйреніш ындай қылып қалғанда тапсырып. Ыңғайлы өздеріне, достарымен әңгіме қылғанда айтып отырады. Жақсы. Үйде дайындықты қалай жасайды? Қосымша мүмкіндік бар ма балаға дайындық жасауға? Қосымша мүмкіндік бар. Қазір интернет желісінде бәрі жағдай жасалған. Үйде көп мүмкіншілікті уақытын сабаққа бөледі. Қандай мамандық иесі боламын деп отыр? Педагог боламын дейді, мұғалімдік. Мамандық таңдауда да мәселе көп сияқты. Өйткені жоғарғы оқу орнына түскен кезде оның студенттің еңбек сыйақысы дейді ғой, иә? Стипендия дейміз ғой. Онда да шәкіртақысында да айырмашылықтар бар. Көбінесе қандай мамандықтар таңдайды? Бұрынғы уақытта көбінде біздің бітіруші түлектеріміз енді физика дейді ғой, бізде IT мамандығын көп таңдады. Гуманитарлық мысалға жеке дара таңдағандар көбіне бұрын экономика, менеджмент, заңгер мамандықтарына бұрын болды енді. Бірақ біздің мектебіміз, мен жалпы қоғамда айтып жатырмын, мектебіміз физика, математика лицей болғандықтан біз бітірушілеріміздің 70% негізі физика, математика бағытын, одан кейін химия, биология, медицина университеті, нефтехимияларға көп бейім болып, соны таңдап кетеді. Ал соңғы уақытта мынау педагог статус туралы заң қабылданып, ұстаздық мамандыққа деген қоғам тарапынан үлкен қолдау, қошемет, жағдайы жақсы жасалынып, мынау шебер ұстаз, зерттеуші ұстаз деп оларға да көтермелеу ақылары жақсы қаралып жатқандықтан,
қоғамда көбінде ата-аналардың тарапынан оқушыларды, өз балаларын ұстаздық мамандыққа бағыттау көбейіп жатқан сияқты. Ол өте қуантарлық. Осы сұранысты қоғамда да біздің елімізде, үкіметімізде дұрыс түсініп, ең жоғарғы шекті деңгейді мамандықтардың арасында ұстаз мамандығына қойды. Мысалға, қазір жекеменшік басқа да жоғарғы оқу орындарына шекті деңгей 50 балл болатын болса, ал ұлттық жоғарғы оқу орындарының шекті деңгейі 65 балл, медицина мамандығына 65 балл, ал ұстаздық мамандыққа 75 балдан жоғары ғана жинаған бітірушілер тапсыру құқығына ие. Әлгінде Жанар ханым айтып отыр, ата-аналар тарапынан баланы үгіттеу, бағыттау мәселесі өте бір қуантады. Өзіңіз бағыттаған мамандығы бойынша таңдап отыр ма, қызыңыз әлде өзінің қалағаны ма? Өзінің қалағаны. Мен өзінің қалаған пәніне жіберем деп о бастан үйреткем. Өзінің қалаған мамандығына. Ата-аналар комитетінің төрайымысыз. Дәл сол мектепте осы ұлттық бірыңғай тест мәселесіне байланысты ата-аналар тарапынан көңіл толмаушылықтар немесе шынында да көңіл толатын тұстар айтыла ма сіздердің араларыңызда? Ондай ешқандай жалпы жасап жатқан ата-ана жоқ. Барлығы көңіл толып, мұғалімдеріне риза. Мен толықтыра кетейін деп едім осы тұсты. Кез келген азамат өз өмірінің жауапкершілігін өз қолына алу керек. Себебі қазіргі таңда ұбт-ның ұйымдастыру форматы өте бітірушілерге ыңғайластырылған. Мысалға, бұрын бір-ақ рет болады. Содан кейін қорқыныш пайда болады. Қанша адам үрейленіп, сол бір-ақ рет 100% біліп тұрған оқушылар, қобалжу факторлары бар оқушылар білгенін көрсете алмай, қобалжып техникалық жаңағы қателіктерге бой алдырып, бір линия ары не жоғары түсіп кетсе, бар белгілеген жауап парағын дұрыс көшіре алмай, сондай жағдайлар келеңсіз орын алып тұрған. Ал қазіргі таңда жыл барысында бірінен кейін бірін тапсыра береді, ол өзінің психологиялық соған бейімдеп, одан кейін екінші жағы білген оқушы жазалады. Ол оқу барысында білім сапасы бойынша мысалға жақсы оқып, үлгерімі өте жақсы болып, қанағаттанарлық болып, сол алған үшінің өзінде күш болса, білімі бар оқушы ұбт-ны емін-еркін жазып шығады, ешқандай қорқынышқа орын жоқ деп ойлаймын. Одан кейін нәтижесі бірден белгілі болады. Сол жерде жауаптары, егер жаңа жауаптарына қанағаттанбай, жаңа сұрақтардың мәтіні түсініксіз болса, күмәнданып, я болмаса тапсыру барысында техникалық дейміз, жаңағыдай сызбаның бір сызбалары келтірілмей қалса, апелляция деген нүктесі бар. Соны басады. Соны басу арқылы, ұбт-ын тапсырып болғаннан кейін аудиториядан шығып кетпей, апелляция кнопкасын нүктесін басу арқылы сол жерде апелляцияға өтініш қалдыра алады. Тағы қандай айтылатын кеңес бар осы тұста? Әлгінде айтып отырсыз, 3 парақты қалдырып кету мәселесі. Сол жерден бірден өзінің балын көргеннен кейін көңіл толмаса апелляциялық мәселе. Тағы да қандай мәселе, кеңестер бар? Бұл жерде кеңестер мен біріншіден айта кетейін. Бұл енді ұбт мамыр-маусым айындағы ұлттық бірыңғай тестілеу негізгі болып есептелінеді, негізгі ұбт. Бұның нәтижесі мемлекет білім грантын ұтып алуға конкурсқа қатысады. Сондықтан көп тестіленушіге және ата-аналарға айтарым, бірінші кезекте өзін дәлелдейтін жеке куәліктің түп нұсқасын алып келсе деймін. Көп балаларымыз қалдырып кетіп жатыр. Және де егер жасы жетпей жеке куәлік алмаған жағдайда туу туралы куәлігі менен жаңағы арнайы үлгідегі анықтама бар. Мектептен беріледі. 3-4 сурет, оқушының тестіленушінің 3-4 суретін жабыстырып, мектеп басшылығымен қол қойылып, печат басылған анықтаманы ұсыну керек. Сол жерде біз енді ол жерде балалардың құқығын қорғау болғандықтан, қазір цифрландыру уақыты ғой, қарап тұрсаңыз, егов электронды портал арқылы, жаңағыдай баланың ата-анасына шығу арқылы барлығын көмектесіп, тесттен баланың кері қайтпауына мүмкіндігінше ықпал жасап жатырық. Соны мүмкіндігінше өзімен алып келсін. Екінші, ол жерде қараңыз, жергілікті атқару комиссия, біз бір түсіндіреміз, бүкіл ақпаратта ішке кірген екен, ұлттық тестілеу орталығынан келген өкілдік тағы да түсіндіреді. Соның барлығын аясында оған дейінде өздері қатысқан, және де мектеп ұстаздары, сынып жетекшілерді түсіндіру нәтижесінде балаға қазір толық ақпарат жеткілікті ол жерде. Бірақ дегенмен қазіргі ұбт форматы өте тиімді.
Сосын тапсыратын оқушы тапсыратын күнін де өзі таңдайды. Яғни мұны қараңыз, бірінші неден басталады? Бірінші ұлттық тестілеу орталығының сайтына кіру арқылы, қосылу арқылы жеке кабинет ашады тестіленуші. Сол жерде ол өзінің тапсыру орнын, тапсыру күнін, өзі туралы мектеп бәрін толтырып келгеннен кейін тапсыру орны, күні, бейіндік пәндерін бәрін жаңағыдай өтініш қалдыра алады. Енді екінші рет өтініш қалдырар кезде, жаңағыдай 2 мүмкіндік деді ғой. Екінші мүмкіндікте де бейіндік пәнді ауыстыра алмаймыз. Бейіндік пән бір болып қалады. Түсіндіңіздер ғой. Соның нәтижесінде көрдіңіз, еш қайда бармай. Басында дұрыс таңдау керек, және еш қайда барудың қажеті жоқ. Содан кейін тек ОБТ тапсыратын күні ғана өзі өтініш берген мекенжайға уақытылы барып тапсырап, нәтижесін біліп, уақытылы қайтады. Ал енді ОБТ-ның нәтижесінде осы жеке кабинеті арқылы ала алады. Еш қайда барудың қажеті жоқ. Шымкентте қандай-қандай ғимараттарда өтеді? Қандай көшелердің бойында орналасқан айтайын? Дұрыс айтасыз. Жалпы енді Шымкентте жаңада айтып өттім, 3 мекенжайда орналасқан. Оның біреуі мынау 8 март көшесі, 21-ші шағын ауданында Оңтүстік Қазақстан педагогикалық колледжінің базасында, ғимаратында. Екіншісі Быковский көшесі, Отырар колледжінің ғимаратында. Үшіншісі мынау студент қалашық бар, сол жерде Жандосов көшесінің бойында ғимаратта орналасқан. Енді бұл жерде білім ғылым министрлігі Асхат Қанатұлы да жергілікті бақылаушы комиссияларда екеуін жоғары оқу орынға бөліп берді, біреуін қалалық білім басқармасына бөліп берді. Соның біреуі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Қожамжарова Дария Пернешқызы төрайымымен сол жерде комиссия мүшесі біз атқарып отырық. Комиссия мүшесінің құрамында адалдық алаңынан болады, ол жерде баспасөзден болады, және жергілікті полиция қызметкерлері болады. Соның барлығы бірлесе оқушылардың келіп түскен тағы бір сауалға назар аударайық. Саламатсыздар ма? Бүгінгі көтеріп отқан мәселелеріңіз өте орынды екен. Сұрақтардың маңызы туралы сұрағым келеді. Бір сұрақтардың 2 жауабы да дұрыс болады. Осы оқушыны шатастырмай ма дейді. Жаңада айтып өттім, егер жаңа сұрақтың мазмұны және де дұрыс жауабы болмаса, бірнеше жауабы болса, сол жерде апелляция деген нүктені басады тестіленуші. Соның нәтижесінде ол қабылданып, 1 ай көлемінде оған қаралып жауабы қайтарылады. Ұлттық бірыңғай тесттің сұрақтары министрліктен дайындалады ғой, иә? Ұлттық тестілеу орталық білім ғылым министрлігінен дайындалады. Жергілікті жердің өтінішімен ауыстырыла ала ма сауалдар? Жоқ, ауыстырылмайды. Жыл сайын сол бір сауалдар келе ме, әлде әр жылда ауысып тұра ма? Оны енді өкінішке орай мен айта алмаймын. Өйткені мен ұлттық тестілеу орталығының қызметкері өкілі емеспін, шынын айту керек. Ал енді жаңағы ұлттық тестілеу орталығының жаңында биыл білесіздер, жоғары оқу орнына түсу үшін шекті балдарды белгіледі ғой. Соның ішінде ең жоғарғысы 75 балл педагогикалық мамандықтарға белгіледі, 70 балл көтерді медициналық мамандықтарды, 60 баллға ауыл шаруашылық, биоресурс, ветеринария мамандықтарын 60 баллға көтерді. Ал қалған білім беру бағдарламасы 50 балл. Ал енді өтініш беру мемлекеттік білім грантына қатысу үшін де жоғары оқу орнына, ақылы негізді оқу үшін де цифрландырған реформа аясында жүргізіледі өтініштің барлығы. Және де ұлттық бірыңғай тестін тапсырғаннан кейін ауылдық квота да қосылады, иә? Көп балалы ана, көп балалы отбасы деген мәселелер бар. Сіз өзіңіз сондадан жеңілдік көрдіңіз ба? Көп балалы отбасы болғасын, осындай бір жеңілдікпен түсті деген секілді. Енді біз алғашқымыз тапсырып атқан көп балалымыз. Енді Құдай қаласа көретін шығармыз. Бұл тұста мен жауап беріп кетейін. Ауылдық квотаға жеңілдік бар. Ал көп балалы отбасыларға ОБТ-ның нәтижесінде ешқандай жеңілдік көріп тұрған жоқпын. Енді бұл жерде айта кетейік, мен қосымша ақпарат ретінде білім конкурсына қатысу кезінде бірнеше категориялар бойынша жеңілдіктер қарастырылған. Ол жерде жаңа айтып өттім ғой, цифрландыруға өткеннен кейін жаңа жеке кабинет ашты деді ғой. Бала ертеңгі біздің тестіленушіміз талапкер болады, талапкеріміз ертеңгі күні осы жеке кабинеті арқылы да
жоғары оқу орнына түсу үшін білім грантына өтініш қалдыра алады осы кабинет арқылы. Яғни бірінші кезеңде не істейді? Ол құжаттарын дайындау керек. Яғни оны жүктеу керек қой. Сол үшін бірінші сканерлеп дайындап алу керек. Жеке құжаты, 3-4 суреті, білім орнын бітірген туралы анықтаманың түпнұсқалары, 075 су, медициналық анықтама, соның бәрін жүктейді. Екінші кезең тікелей сол ұлттық тестілеу орталығының сайтына өтініш қалдырылады. Егер түсінбесе, жоғары оқу орындарының базасына бізде Шымкент қаласында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің қабылдау комиссиясына да келіп сұраса болады. Бұл жерде енді грантқа мүмкіндік беретін сол сертификаттағы балл. 98 балға қарағанда 99 балдың мүмкіндігі жоғарырақ, 99 балға қарағанда 100 балдың мүмкіндігі жоғарырақ. Бір балл гранттың тағдырын шешіп кетуі мүмкін. Сондықтан да ең бірінші басымдық бұл жерде білімге беріледі. Ал соңғы уақытта ұбт-ның өте әділ өтіп жатқаны, ол кез келген баланың құқығын қорғалуы деп ойлаймын. Білімді баланың құқығын қорғалуы. Білген бала білімін көрсете алады. Бұл ретінде болмаса, келесі мүмкіндігінде көрсете алады. Сондықтан да осындай әділ форматта өтіп жатқанына біз өзіміз ұстаздар қауымы ризамыз. Бұл келесі жылдағы оқушылардың легіне үлкен мотивация береді. Оқу керек екен деген ой пайда болады. Еңбекпен ғана жеңбектің бар екеніне оларға үлкен құлшыныс тудырады оқуға. Бұл мемлекетіміздің дамуына алып келеді. Сонда әрбір оқушы өзінің біліміне ғана сену керек. Мынандай льгота, басқа да емес, тек біліміне сену керек. Ал физика мамандығына қатысты ата-ана сұрақ қойды. Биылғы физика пәніне қатысты сұрақ өте күрделендірілген. Биылғы жылғы мынау біз оқушымыз 28 оқушының пікіріне бізде көбінде физика таңдайды ғой. Және де биылғы жылы астрономия пәнінен де сұрақтар қосылған. Күрделі болып жатқан ата-аналар қазір көрермендер көріп жатқан болар. Уақытымызда өз соңына таяпты. Бір ауыз сіз өзіңіз кеңестеріңізді айтып өтсеңіздер биылғы түлектерге. Ата-анаға сұрақ қойылды ғой, психологиялық қолдау, бала қобалжығаннан қорқып қалмай ма, стресс болмай ма деп. Осындай өмірде бұл тек қана ұбт емес, бұл тек қана бастамасы ғана, өмірде әлі қаншама жағдайлар болады. Сол кез келген өмірдің соқпақтарында баланың жаңағы қайтпас қайсар қалай солдаттай тіке тұрып биік шығу үшін баланы жастайынан махаббатқа бөлеп өсіріп, маманың, әкенің, шешенің баланы сондай жағдайларда бейімделіп, махаббатына толықтырып өсіргені үлкен рөл атқарады. Ал егерде керісінше отырып алып, мамасы қажап, әкесі мүжіп, неге бүйттің дей берген баладан осындай стресске көп түсіп қалатын оқушылар шығады. Ал ештеңе етпейді балам, бұл жолы сүрінсең, келесі жолы жақсы шығасын деп, бәр жақсы болады деп қанаттандырып, көбірек орайында дұрыс таба біліп, мақтап өсірген балалар әрине бекерге емес, еңбегіне сай, қолдап өсірген оқушылар ертең табысты болады. Сондықтан да балам стресске түсіп қалды деген ата-аналарға мен кеңес берер едім. Ең бірінші баланы стресске түсірмеу үшін кім еңбектену керек? Анасы мен әкесі еңбектену керекті, оған көбірек көңіл бөлу керек, қолдайтын жерде қолдап, тәк дейтін жерде тәк деп айта білу керек. Рахмет. Енді осы сәтті пайдаланып, бұл керемет тақырыпта ойлар қозғалып, нәтижесі енді осы біздің тестіленушілерге сәтті болсын дейміз. ұбт-ны құрметті тестіленушілер өз ойларыңыздай жоғары нәтиже көрсетіп, өздеріңіздің ойлаған мамандықтарыңызға, яғни білім беру бағдарламасы деп айтады оны, соған түсіп, өздеріңіздің жаңағы жоғары оқуындарыңызға түсуге тілектеспін. Және де шұқыр, білімді, парасатты, білімді, сонда ізденімпаз жастар болуға сіздер шақырам. Сәттілік. Ал мен барша бітіруші түлектерге сәттілік. Барлық қанаттарыңыз талмасын, биіктерден көріне беріңіздер. Барлық бітірушілерге мен сәттілік тілеймін. ұбт-ны жоғары өз қалауы бойынша балын алып, өздерін бақытты сезініп, осы ел үшін қызмет ете берсін. Бәрі жақсы болсын. Рахмет студиямызға келгендеріңізге. Сіздердің де перзенттеріңіз, немерелеріңіз мүмкін дәл осы ұлттық бірыңғай тестке дайындық үстінде шығар. Сәттілік серік болсын дейміз. Үшінші мегаполисте биыл 11.189 түлек орта мектепті тамамдады. Олар мамыр айының 18 мен шілде айының 5 аралығында ұлттық бірыңғай тестті тапсыру барысы жүріп жатыр. Оқушының тынымсыз еңбегі, ал оқытушының шығармашылық ізденісі осы сынақта айқын көрінеді. Себебі мектептердің сапа көрсеткіші ұлттық бірыңғай тест қорытындысымен
бағаланады. Ендеше жас талапкер Ақжол тәуелсіз елдің керемет талантты ұл қыздар бола беріңіздер. Амандықпен жүздесейік.